Сондықтан үйде жаңағыдай тапқан табыс жетпей жатса, бір қиыншылық туып жатса, анау кредитке жүгірмеңдер, истиғфарға жүгіріңдер. Демек сенде күнә көбейіп кетті. Сол үшін сенің ырзық несібен кеміп жатыр. Ырзық несібен кеміп жатыр. А сен ойлайсың жаңағыдай харам нәрсемен ырзық несібемді орнына қойып аламын. Жоқ. Сөйтіп бір алады, екі алады, үш алады, төртінші барақта асылып қалады болды. Аллаху акбар. Сол шеше ме? Жетпей жатса истиғфар айт. Демек береке бермей тұр Алла тағала. Бір жерде қателік кетіп жатыр. Не сенде, не сенің жұбайыңда. Қолына тәш пәперді үйде истиғфар айтқызып қойса, таңертең кешке истиғфар айтсын. Кино көргенше жаңа. Берекет келеді. Берекет келеді. 1 миллион айтсаң, 1 миллион теңге келеді десең. Алла мейірімді. 1 миллион өсек айтсаң, сол екі ортада. Одан зікір айтсын, истиғфар айтсын. Зарплата отырғызып қой жаңа. Айына осынша айтсаң, осынша беріп тұрған. Зато истиғфар берекет келеді малыңа. Оны блогер қылып қойғанша, оны жаңа. Истиғфар шығып қойды. Зарплата отырғызып қой болды. Истиғфар айтсын, таңертең кешке үйде отыр. Алла берекетін береді иншалла. Бірақ жатып алып жүрмесен жаңада истиғфарды айтып, ол келмейді өзі. Әрекет қылу керек кішкене. Жұмыс істеу керек. Жұмысқа ұмтылуымыз керек. Жаңағыда жұмыстың ақылы көбіне қарай емес, шамасы келетінін ал. Шамасы келетінін ал. Жаңағы 1 миллион зарплата болса, мен де депутат болып барар едім. Сен депутаттыққа лайықсың, өзің ойлаш. Жарайды, зарплатаны аласың. А қиямет күнде не істейсің? Егер сенің сол депутат болып 1 миллион теңге алам деп баратын болсаң, ал сенің сол жерде еңбегің бар болғаны 100 мың теңгелік қана жұмыс істеген болсаң, ар жағында 9 мың теңгені қияметте құясың қайтадан орнына. Сіз ойлап қалмаңыз жаңадан. Ән жерде 5 жыл ұйықтап отырсам жетеді. Жоқ, олай болмайды. Оның бәрі қайтады. Миллиардтардың бәрі қайтады. Уайымдамаңыздар. Бүгін қайтпаса да ертең қайтады, ертең қайтпаса да ақыретте қайтады.